Мәселен, қазақта Сәмеке деген хан өткен, бір басына 70 000 жылқы біткен. Қанша хан? Қанша жылқы? 70 000 жылқы. Ғабит Мүсіреп жазады игілік деген бай жөнінде. 18 000 жылқы дейтін дейді. 18 000 жылқы дейді. Сіз өзіңіз ойлаңыз, қанша екен оның? Игілік деген байдың біреу болғандығын біле ма? Білмейді. Оқыған адам білмесе, оның кім екендігін білмейді. Алла Құранда баяткен Қарун деген бай да өтті дүниеден. Кейбір риуаяттар бойынша оның тек қазынасының кілті бір түйеге жүк болған дейді. Кілттің өзін бір түйе тасып жүреді. Қалай? Біз сосы дүниеде мәңгі бақи қалып қоятындықтай ақыретті ұмытып кетеміз. Дүниеге байланудың түбі ақыретті ұмытуға жетелейді. Сол үшін Құдайға иман келтірмегендер өлгенше осы дүниеде өмір сүргісі келеді. Осы жердегі тұрақ үшін өліп тіріліп не істейді? Қызмет қылады. Біз ше? Біз де соларға ұқсап келе жатырмыз. Сахабалардың басынан, табиғиндардың басынан өткен әңгімелерді айтсаң, біз не айтып отқан секілдіміз? Ертегі айтып отқан сияқтымыз, мүлдем қиялы әңгіме айтып отқан секілдіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шидің үстіне ұйықтаған, құрманың талшығынан жасалған жастықтың үстіне ұйықтаған. Тұрған кезде бетінде ізі қалған. Біз шын тойып тамақ ішпеген пайғамбардың үмбетіміз ғой. Біз қарапайым ғұмыр кешкен пайғамбардың үмбетіміз. Оны біз не қылмауымыз керек? Ешқашан ұмытпауымыз керек. Біздің ешқайсымыз ол халге түсіп көрген жоқпыз. Әйтеуір бәрі міндетті де 3-4 киер көйлегіміз бар, 3-4 киер шалбарымыз бар, аяқ киім бар. Бар ғой.